Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Өте тамаша балалар, сендер жас зерттеушісіңдер. Олай болса бүгін біз топырақтың құрамын зерттейміз. Келістік пе? Иә. Дайынсыңдар ма? Иә. Өте жақсы балалар. Олай болса, балалар, бірінші тәжірибені түсіндіріп өтейін, иә? Иә. Алдымызда біздің стақанда су тұр. Енді біз бұл тәжірибені жасау үшін қасықпен топырақты алып, 2 қасық топырақ аламыз. Ерашок, ала ғой, Ералы, сала ғой. 2 қасық топырақты алып, саламыз. Салып сала ғой. Араластырамыз. Араластырайын, Ералы араластырамыз. Ақырындап, жақсы ұқыпты жасайық балалар, таза орында. Енді қасығымызды қойып қоямыз мұнда. Қойып қояйық. Жақсы. Балалар, бұл бірінші тәжірибеміздің нәтижесін біз соңынан көреміз, иә? Тұну керек екен. Балалар, екінші тәжірибеге көшейік. Олай болса, алдымызда біздің қағаз майлық тұр. Осы майлыққа 1 қасық топырақты алып, саламыз, кәнекей. Өте жақсы. Ұқыпты орындаймыз, иә балалар? Жақсы. Алып салайық, маған санау. Енді маңлай басамыз, иә? Бас қояқ. Кәнекей. Жақсы. Басамыз. Енді ақырын алып топырақты істейміз, ыдысқа саламыз. Шашпай. Жақсы. Енді балалар майлыққа қараңдаршы. Не байқап тұрмыз? Байлығымыз дым-қыл болып қапты, иә? Топырақтың құрамында демек не бар екен? Су бар екен. Өте жақсы балалар. Енді майламызды орнына қойып қояйық. Иә, дұрыс. Асылай. Көрдіңдер ме? Дым-қыл болды демек құрамында су бар екен. Балалар, алақанымызды ашайықшы. Алақанымызды ашайық. Топырақты алайық ақырындап. Топырақты алайық. Ералы ала ғой. Топырақты алып, алақанымызды саламыз. Ал, балалар, қараңдаршы, топырақ қандай болып тұр? Көлемі үлкен болып тұр, иә? Иә. Енді кәне біз күшпен ақырындап қысайық. Енді ашайықшы кәне. Қараңдар, балалар қандай болып қалды? Кішірейіп қалды ма? Иә. Демек, топырақтың құрамында не бар екен? Ауа бар екен балалар. Яғни ауасы шығып кетті. Яғни топырақтың құрамында ауа бар деген сөз. Өте жақсы. Ақырындап қоямыз. Қолымызды тазалаймыз. Балалар, дымқыл майлықты алып, сүртіп қояйық. Абдулла, қолын тазалап ал. Міне майлықты ала ғой. Болды. Енді, балалар, енді стақанымызды жақындатайық, иә? Жақындатпайық. Өте жақсы. Мінекей. Біз енді мына ұлғайтқыш әйнекті алып, не істейміз? Топырағымызды тәжірибемізді зерттейміз. Біз себебі жас зерттеушілерміз. Балалар, не көріп тұрмыз? Абдулла көре ғой. Абдулла көре ғой әйнектен. Дұрыс айтасың, Айлин. Судың бетінде қарашіріктер қалқып жүр екен, иә? Иә. Жақсы. Қараңдар балалар, міне демек қарашірік бетіне қалқып шықты. Құм, саз, лай түрінде тұнып қалады екен, иә? Ал, әйнегімізді қойып қояйық. Жақсы. Балалар, бүгінгі тәжірибе сендерге ұнады ма? Иә.